Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің сіздермен қарайтын тақырыбымыз ол Қыпшақ хандығы. 11 ғасыр мен 13 ғасырдың басында жалпы қазақ даласының барлық жерінде өмір сүрген Қыпшақ хандығы туралы. Қыпшақ хандығының негізгі алып жатқан территориясы Алтайдан Дунайға дейінгі аралықты алып жатыр, иә. Жалпы Қыпшақтардың этникалық құрамы бізде 7 және 8 ғасырда жалпы алып жатты. Сол уақытта қалыптасты. Енді этникалық құрам дегеніміз не? Ол сол мемлекеттегі өмір сүрген тайпалар, ұлыстар, жалпы ұлттар деген мағынаны білдіреді. Яғни халық, этникалық құрам, халық құрамы дейді. Яғни қыпшақтардың этникалық құрамында батыс және де шығыс болып бөлінген. Батыстар 11 тайпадан тұрған, шығыстар 16 тайпадан тұрған екен. Сонымен қатар батыста тоқсоба, етиоба, дурут деген тайпалар болған. Бұл жерде тоқсоба сөзінің мағынасы 9 тайпадан тұрады деген мағынаны білдіреді. Етиоба деген 7 тайпадан тұрады деген мағынаны білдіреді. Дурут деген 4 тайпадан тұрады деген мағынаны білдіреді. Бірақ қараңыздар, бізде 9-ға 7-ні қосамыз 16, и оған 4-ті апарып қоссаңыздар 20 тайпа болып кетеді ғой. Яғни ол 20 тайпадан тұрады емес, тек қана сөздердің мағыналары сондай. Негізі батыс бөлігі 11 тайпадан тұрған екен. Ал шығыс бөлігі ол 16 тайпадан тұрған. Сонымен қатар жалпы этникалық құрамындағы қыпшақтардың жаңа ең көп өмір сүрген ру тайпалары, яғни ең көп болған тайпалар олар қыпшақтардың өздері екен. Және де қыпшақтарда елбөрі деген тайпалық одақтар болған, ру яғни тайпалар. Бұл жерде елбөрі деген аталуы қасқырға табынуды көрсетеді екен. Яғни бұл тайпалық одақтар біздің ата бабамыз қасқыр, яғни қасқыр сияқты мықтымыз деген сияқты сөздерді қолданып өмір сүрген екен. Ал бөрілер тайпасы жалпы Қыпшақ мемлекетінің құрамындағы ең беделді тайпалардың бірі болған екен. Енді Қыпшақтардағы билеуші титулы ол қандай? Ол хан. Билеуші титулы хан. Бұл бізде билеуші. Және де бізде Қыпшақтарда яланкөк деген сөз бар. Бұл яланкөк деген сөз құл деген мағынаны білдіреді. Ал бұны яланкөктің именно құл екенін бізге жеткізген ғұлама ол Махмұд Қашқари екен. Махмұд Қашқари, яғни Қыпшақтарда яланкөк деп құлдарды атаған деп бізге жеткізген екен. Ал ақсүйек шонжарлар атауын, яғни байларды тархандар, басқақтар, сонымен қатар бектер деп атаған екен. Енді Қыпшақтардың жалпы әскери басқару жүйесіне келетін болсақ, жалпы хандықты оң қанат және де сол қанат болып екі қанатқа бөліп басқарып отырған. Бұл жерде оң қанаттың негізгі орталығы Сарайшық қаласы болатын болса, сол қанаттың орталығы ол Сығанақ қаласы болған. Яғни оң жағында Сарайшық, сол жағында Сығанақ қаласы. Енді кеттік. Қыпшақтар олар өте көп болған, және де не только Қазақстанда, орыс жерінде де қыпшақтар өмір сүрген, Европада да қыпшақтар өмір сүрген. Сол орыс жеріндегі қыпшақтарды орыстар половшылар деп атаған екен. Ал Европа жеріндегі қыпшақтарды командар және де кундар деп атаған екен. Енді біз жалпы қыпшақтардың шаруашылығына келейік. Шаруашылығында олар егіншілікпен айналысқан. Ол егіншілікпен айналысқандығы туралы айтқан бізде Әл-Умари және де Петахия екен. Және де қыпшақтар туралы бізге бірнеше ғұламалар айтып кеткен. Оның ішінде Плану Карпини бар, сонымен қатар Рубрук бар. Арба үстінде тігілген үйлерін сипаттаған бізде Плану Карпини және де Рубрук. Сонымен қатар Плану Карпини бізде қаңлар қыпшақша сөйлейді деп айтып кеткен болса, Рубрук олардың жалпы айран туралы бізге информация жеткізген. Яғни соның ішінде қонаққа барған кезде, яғни құдайы қонақ болып барған кезде, олар ашлау бір сусын ұсынды, өте қонақжай халық екен деп, сол сусынын айран деп атап кеткен осы Рубрук екен. Және де айран болғаннан кейін міндетті түрде айран бізде білеміз, жануарлардың ішінде сиырдан алынады. Яғни сиыр малын асырағандығы туралы Ибн Батута бізге дерек көздерін қалдырған екен. Және де сонымен қатар не только сиырды, олар жылқы малын өте қатты құрметтеген, және де жылқыны өте көп өсірген халық болған. Себебі Ауған, Иран, Египетте қыпшақ жылқылары 100 және 500 динарға дейін сатылды. Яғни олар қыпшақтардың жылқылары өте бағалы болған екен. Жалпы жаз айларындағы қыпшақтардың орналасу өзендері Жем, Жайық және де Сағыз өзендерінің бойында орналасқан екен. Және де мысалы біз қыпшақтарды айтамыз, дешті қыпшақ жер деп қазақ даласын айтамыз. Біздің қазіргі таңдағы салт дәстүріміздегі діннің, яғни соның ішінде ислам дінінің таралуын
таралуы осы қыпшақтардың кезіндегі қыпшақтардың хорезммен жақындауына байланысты, яғни хорезм мемлекеті мен қыпшақтардың арасындағы бір байланыстың өте бір жоғары болғандығын дәлел ретінде айта аламыз. Сол хорезмге жақындаумен бізде ислам діні жалпы 12 ғасырда толықтай тарай бастады. Және де қыпшақтар мен қыпшақтардың тағы да әлсіреуіне хорезм шахы мұхаммедтің де бір әсер тиді. Сонымен қатар жаңағы моңғолдардың келуі бар. Бұлардың хорезм шахы мұхаммед пен қыпшақтардың таласқан жері ол сыр бойындағы қалалар үшін. Одан кейін тарих сахнасынан бізде 13 ғасырға қарай толықтай жойылып кеткен екен. Ол моңғолдардың келуімен.